Мен ұйықтап кетіп жатырмын. Қалай жасасам болады? Қай жақта жасау керек? Қалай отыру керек? Сәлеметсіздер ме? Есімім Аружан болады. Бизнес бастау кәсіпкерлік мектебінің тренері боламын. Және мега жады жобасымен айналысқандықтан дәл қазір миға деген қызығушылығым өте жоғары, яғни миды зерттеуге деген. Осы тұрғыда нейробиология деген ғылым бар. Миды шынықтыру, жалпы миды зерттейтін ұғым. Және бизнес бастау командасында Ахметбек ағайды бастап, Сабира ханым, Айнұр ханым, Берік мырзалармен бірге біз осы Джо Диспенза деген кісіні оқыдық, сол кісіні көрдік. Ол кісі нейробиологияның 7-ші атасы деп айтсақ та болады. Және осы дәл қазір сіздер медитация тобында отырсыздар. Және медитация Джо Диспенза негізгі беретін нәрсесі, ол медитация арқылы көптеген аурулардан, көптеген жаман қасиеттерден өзімізді арылтып, жасампаз, өзіміздің болашағымызды өзіміз жасай алатындай кейіпке келтіру, сондай қасиетке ие болдыратын осы медитацияны ұсынады. Сол медитацияны біз басында барлығымыз бөлісіп зерттедік. Әрине нәтижеміз бізде бар, ол жайлы сіздің каналда бөлісіп кеткен болатынбыз. Және қазір өте көп сұрақтар келіп жатыр. Медитацияны қалай бастау керек, қалай жасау керек, мен ұйықтап кетіп жатырмын деген секілді. Міне сол сұрақтарға осындай арнайы видеолар арқылы жауап беруді дұрыс көрдік. Ең біріншісі, бізде медитацияны негізі 4 аптада адам өзін өзгерте алады. Тіпті сіз ауырсаңыз да, тіпті ауырмасаңыз да, сіз бәрібір де ауырып жатқан бір жеріңізді, ауырып жатқан қандай бір ауруыңызды 4 аптаның ішінде сіз емдей аласыз. Немесе өзіңізді 4 аптаның ішінде жаман қасиеттеріңізден арылта аласыз. Бірақ қара дүрсін жасамаңыздар деп мен үнемі сіздерге айтып отырамын. Қара дүрсін дегеніміз еш нәрсені білмей қарапайым түрде бастап кете беру. Әлі ешқандай ақпарат жоқ, ешқандай нәрсе берілмеген. Сондықтан мен сіздерге нақты не істеу керектігі жайлы бөліп айтып беретін боламын. Ең бірінші аптада бізде индукция деген техниканы жасау керек болады. Біз әлі медитация жасамағанбыз, осы уақытқа дейін медитацияны кейіннен жасауымыз мүмкін, ал кейбіреулеріміз жасамауымыз мүмкін. Бірақ медитацияда біздің миымызды жұмыс етуі, біздің миымыз жұмыс істегеннен кейін ми қарсыласа бастайды. Сондықтан да ең алдымен осы қарапайым индукциядан бастау керек. Осы индукция арқылы сіз миыңызды өзіңіз басқара алатын боласыз. Яғни саналы түрде басқара аласыз. Ең бірінші, бұл индукция техникасын кемінде 20 минут жасауларыңыз керек. Ол кезде сіздер армандамайсыздар, өздеріңіздің керемет кездеріңізді елестетпейсіздер. Ол кезде қарапайым сіздер шашылып жатқан энергияларыңызды, яғни ойларыңызға түрлі нәрсе келе береді ғой. Демек, сіздің энергияңыз түрлі нәрселерге тарап жатыр. Сол энергияны барлығын өзіңіздің денеңізде шоғырландырып, сіздер бар ойыңызды, назарыңызды өздеріңізге қоясыздар. Алдымен бірінші аптада біз энергиямызды жинауды, дәл қазіргі сәтке түсуді үйренетін боламыз. Енді осы кезде сұрақ келеді. Мен ұйықтап кетіп жатырмын. Қалай жасасам болады? Қай жақта жасау керек, қалай отыру керек? Мен сіздерге қазір көрсетемін. Ең бірінші ереже, сіздер төсек орындарыңызда жасамайсыздар. Төсек орында жасаудың қажеті жоқ. Екінші ереже, аяқтарыңызды былай малтап отырудың қажеті жоқ. Өйткені мен бірінші күн жасаған кезде аяғым қатты ұйып қалған. Мен олай жасаудың қажеті. Ол тек йогтардың жасайтын нәрсесі. Одан кейін үшіншісі, тамақ қандай да бір ассоциация болады, мысалы, тамақпен, мысалы, кофенің иісі шығып тұрса, ондай бөлмеде сіздер жасаудың қажеті жоқ. Өйткені сіз денеңіз жаңа иісті сезгеннен кейін тамақ ішкісі кетеді, немесе жасағысы келмей сондай сылтау іздеп тұрады. Демек, сіздің денеңіз қарсыласып жатыр. Міне, сіздер осы индукцияны бастаған кезде өздеріңізге айтыңыздар. Міндетті түрде біздің миымыз сана және бейсана болып бөлінеді. Бейсана ол біздің денеміздегі жаман бір қасиеттеріміз, денеміз бізді басқарып алған. А сана деген, ол саналы түрде сіз өзіңізді басқарасыз. Мысалы, тәтті тамақ жейін десеңіз, сіз жемейсіз, денеңіз ұстап тұрады сізді. Ал керісінше мен жейін дегенмен сіз жеп кеткеніңіз, демек бейсана сізді басқарып жатыр. Бейсанамыз өкінішке қарай от души бізді басқарып жатыр. Енді солай біздің энергиямыз керемет жаққа кетіп қалып жатыр. Және отырған кезде мүмкін болса арты жоқ орындыққа отырыңыздар.
менде қазір арты бар орындық, тіпті арты жоқ орындық болса да, сіздер отырған кезде дұрыс отырсаңыздар жеткілікті. Міне, бөлмеде кез келген бір жерді аласыздар. Және бөлме алдымен температурасы жылы болу керек. Жылы болғанда не қатты ыстық емес, не қатты салқын емес болу керек. Орташа температура сізге ыңғайлы. Және су ішіп алғаныңыз дұрыс болады. Және таңғы сағат 4-те және түнгі сағат 10-нан кейін жатар алдын, яғни ұйқыңыз келіп тұрған кезде сіз медитацияны өте жақсы жасай аласыз. Сол энергияңызды жақсы жинай аласыз. Яғни ол кезде сіздер уақыттың қалай өткенін байқамай қаласыздар, не істегендеріңізді байқамай қаласыздар, яғни рахаттанып тұрасыздар. Ол дегеніміз сіздер альфа состояние, альфа деген жағдайға түсесіздер. Отырған кезде аяқтарыңызды былай тіке қоясыздар, екі қолдарыңызды үстіне қойып, осылай түзу ғана омыртқаңызды түзу ұстау арқылы медитация жасайсыздар. Көздеріңізді міндетті түрде жұмасыздар. Және денелеріңізді қысып тұратын киімді киюдің қажеті жоқ. Өздеріңізге еркін, сізді бір жеңіл болатын киімдерді кигендеріңіз дұрыс. Қолдарыңызда сағат болса, мойындарыңызда ауыр бір моншақ болатын болса, сондай заттардың бәрін алып тастаған дұрыс болады. Осылай отырып, сіздер қарапайым өзіңіз сөзі жоқ мелодия тыңдағандарыңыз дұрыс болады. Немесе бастапқыда сіздерге қиын болуы мүмкін. Сол қиын болмас үшін, алдымен қалай жасау керектігін біліп алу үшін, осы Берік мырзаның 18 минуттық индукция деген арнайы жазған аудио жазбасы бар. Сол аудио жазбасы арқылы сіздер басында шынығып, сол бойынша жаттыға аласыздар. Одан кейін барып, қарапайым біз өлеңдерді жібереміз, сілтемелерін, сол өлеңдерді қойып қою арқылы сіздер медитация жасасаңыздар болады. Және жаңағыда ұйықтап кетемін дегенсіздер, қай кезде ғана ұйықтап кетесіздер? Жаңағы ережелерді орындамаған кезде ғана ұйықтап кетесіздер. Сонымен басқа сұрақтарыңыз болса, басқа бір түсінбеген жерлеріңіз болса, міндетті түрде медитация сұрақ жауап деген чатында бөлісіп отырыңыздар. Сосын міндетті түрде осы видеодан алған ақпараттарыңызбен бөлісіп, таныстарыңызға, достарыңызға, тіпті жаңағы отқан чаттағы адамдарға көмектесу беру арқылы бұл сіздердің саналарыңызда өте жақсы сақталады. Яғни медитацияны сіздер жақсы үйренесіздер, жақсы меңгересіздер және жасау да сіздерге жеңіл болады. Өздеріңіздің нәтижеңізден бөлісуді ұмытпаңыздар. Екінші аптаның тапсырмасы, екінші апта қалай болады? Ол жайлы бір аптадан кейін білетін боламыз.